неше жастасаң деп сұрасам 28 жаста дейді, біреулер 30 жас дейді. Құрметті аял қызлар, негізі менструация бұл 55 жасқа дейін келген. 50бай, 80бай, 60бай, 100байлар туылған ғой, қаяқтан туылады? Бұл бірінші себеп, бұл өздерімізден аял қызлар. Өзімізді жақсы көруіміз керек. Өзімізді қалай болса солайынша біз қабылдауымыз керек. Денемізден қабылдауымыз керек, жақсы көруіміз керек. Көп адам мен семізбен, мынандаймын деп көп адам өзінің өзі қабылламаған ұшынан бұл дене өзін қабылламайды. Кейіннен негізі хаялмыз да, негізі хаялсыз, денеңіз хаял, бірақ хаялығыңыз ұмытып кеткенсіз көп аял қызлар. Жассыз, еркектей болып кеткенсіз. Себебі ішіңізде шұққа, гуман, қорқынышпенен жасап жатырсыз да. Еркекке деген сенім жоқ. Бір үйде жасағанмен күйеуіңізді жек көресіз, күйеуіңізді қалемейсіз. Себебі о инсаннан қашан күйеуіңіз суып кеткен. Сондан кейін сізде бұл хайыз, менструация уақытында келмейді. Гормонлар өзгеріп кетеді. Женский гормонлар кетіп, еркектік гормон көбейіп кетеді. Еркектік. Дұрыс, денеміз хаял болғанымен характеріміз, затымыз еркектей болып кетеді. Сол үшін құрметті аял қызлар, өзіміз қалай болса солайынша жақсы көруіміз керек. Қалай болса да өзімізді қабылдауымыз керек. Себебі айтады ғой, еркектер дейді жүректен ұстайды. Көбірек инфаркт, инсульт, давление еркектерде көбірек болады да. Жүректен ұстайды, аялlarda маткадан ұстайды. Қаяқтан пайда болады? Бізге кеселік қаяқтан келеді деп ойлайсыз? Әммесі өзімізге байланысты. Біз хаялығымыз ұмытпауымыз керек, кешіруіміз керек. Киста, миома, онкологический кеселік, мастопатия дегеннің барлығы сол біздің күйеуіміз қалғандықтан 1% әрекет қылыңыз сіз, 1%, 100% нәтиже аласыз, Алла берсін.